Сәлем достар, білгіш көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың ақындары, жазушылары, батырлары, зиялылары туралы жалпы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, дайын отырайық. Барлығы 11 сұрақ, әрбір дұрыс жауапқа бір пайдан. 10 секунд уақыт беріледі сіздерге. Дайын болсақ, біз бастаймыз. Бұл ақын қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған. Бұл кім? Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, Сәкен Сейфуллин. Әрине достар, дұрыс жауабы Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған ұлы ойшыл ақын. Оның қара сөздері рухани мұра. Келесі сұрақ: суретте кім бейнеленген? Дұрыс жауабы Төле би. Төле би қазақтың ұлы билерінің бірі, әділдігімен және шешендігімен танылған тарихи тұлға. Бұл хан кім? Абылай хан, Кенесары хан, Әбілқайыр хан. Жауабы Абылай хан. Абылай хан қазақ хандығының көрнекті басшысы, елдің бірлігін сақтап, сыртқы қауіптерге қарсы күресте маңызды рөл атқарған. Бұл ақын кім? Мұқағали Мақатаев, Жамбыл Жабаев, Сәкен Сейфуллин. Дұрыс жауабы Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев халық жыршысы, айтыс өнерінің шебері. Ол өмірінің 100 жылында қазақ рухын жырлап өтті. Келесі сұрақ: сен мені іздегенде таппайсың деп жазған лирик ақын бұл кім? Мұқағали Мақатаев, Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин. Әрине достар, Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев қазақтың лирикалық поэзиясының көрнекті өкілі. Махаббат пен өмір туралы терең ойлы өлеңдерімен танымал. Суреттегі кімнің бейнесі? Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би. Дұрыс жауап Қазыбек би. Қазыбек би қазақтың ұлы билерінің бірі, әділдігімен және шешендігімен танылған тарихи тұлға. Бұл ақын 20 ғасырдың басында қазақты оятуға тырысты. Бұл кім? Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев. Дұрыс жауабы Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов қазақ әліпбиінің реформаторы, алғашқы қазақ газетінің редакторы, ұлт ұстазы. Батыр елдің ұлы, ел батырдың тірегі деген сөзге лайық тұлға бұл кім? Сәкен Сейфуллин, Жамбыл Жабаев, Махамбет Өтемісұлы. Дұрыс жауап Махамбет Өтемісұлы. Махамбет Өтемісұлы Исатаймен бірге ел бостандығы үшін күрескен, жалынды жырлар жазған күрескер ақын. Мен жастарға сенемін деген өлеңді жазған кім? Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин. Дұрыс жауабы Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев нәзік лирика мен жалынды патриотизмді үйлестіре білген ақын. Қызыл сұңқарлар, тар жол тайғақ кешу авторы бұл кім? Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров. Дұрыс жауап Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин кеңестік дәуірде қазақ әдебиетін жаңғыртқан жанашыл қаламгер. Бұл кімнің бейнесі? Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Дұрыс жауабы Әйтеке би. Әйтеке би кіші жүздің атақты биі, әділ төрелігімен танылған шешен. Келесі соңғы сұрақ: қазақтың белгілі ақыны, айтыс өнерінің шебері кім? Сүйінбай Аронұлы, Біржан Сал, Жамбыл Жабаев. Дұрыс жауап Біржан Сал. Біржан Сал қазақтың әйгілі ақыны, композиторы әрі сал серісі. Ол ән мен поэзияны үйлестірген суырып салма өнердің шебері болған. Құрметті көрермендер, осымен ойынымыз аяқталды. Қанша сұраққа жауап бердіңіздер, соны комментарийға жазып кетеміз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі менен қандай видео күтесіздер, соны жаза кетеміз достар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Қош сау болыңыздар.